денсаулық және салауатты өмір салтын маңыздылығын талдау және түсіну. Сабақта орындалатын жаттығулар негізінде жылдамдық, ептілік, күш қабілеттері арқылы салауатты өмірге тәрбиелеу. Қимыл қозғалыс ойындарын жетілдіру. Қимыл қозғалыс жылдамдығын арттыру, достық, ұжымдық бірлік сезімдерге баулу. Жетістік критерийі. Ойындар мен эстафеталардың денсаулықты нығайту мағынасын анықтайды, ұстанады, әртүрлі қозғалыстарды үйлесімді көрсетеді, дамытады, жүйелі жаттығулар жинағын кешенді көрсетеді, белсенді орындайды. Үй жағдайында жаттығулар жасау кезінде қауіпсіздікті сақта. Жаттығу жасайтын жерің таза болсын. Артық заттар, үшкір заттар артық болса алып таста. Жаттығу жасағанда дұрыс демал. Сау және төзімді болғыларың келеді. Ол үшін не қажет? Әрине жаттығу. Мен қазір бір қатар жаттығуларды көрсетемін. Олар әрдайым шырақ болуға көмектеседі. Ал бастайық. Барлық жаттығуларды 4-5 рет қайталауға болады. Көзге жаттығу жасайық. Бас қозғалмауы тиіс. 1 дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға солға артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Сол қолды жоғары, оң қолды төмен түсіріп, артқа алға қарай сермеңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жүзу жаттығуы. Жүзген сияқты қолыңызды сермеңіз. Бұл иығы пен қолды жаттықтырып, омыртқаны түзейді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екі жаққа қарай иілуді орындаймыз. Оң қолды жоғары көтеріп, солға қарай созыламыз. Қолды ауыстырып, оңға созыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қол екі жаққа созылған. Денені оңға және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды аяқтың ұшына тигізуге тырысып, алға артқа еңкейіп шалқаямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқты бірге қойып, қолды жоғары көтереміз. Аяқ ұшына тұрып, жоғары қарай бүкіл денені созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқты бірге қойып, қолды белде ұстаймыз. Асықпастан отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тік тұрып қолды дене бойы созыңыз. Ішке қарай тыныс алып, сәл тоқтатып, одан кейін демді шығарыңыз. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Және өткізу әдістемесі. Ойын туралы түсінік. Ойын ерте заманнан бері адам өмірінің ажырамас бөлігі болып келеді. Оны өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу және дене тұлғасын дамыту мақсатында қолданды. Ойын балалар мен ересектердің қатысты өзіндік іс-әрекеті. Ол адамдардың демалыстағы, көңіл көтерудегі, танымдағы, рухани және дене күштерін дамытудағы қажеттіліктерін қанағаттандырады. Қозғалмалы ойындар қозғалыс орны айқын сезілетін ойындық іс-әрекеттердің көрінуіне қатысты. Қозғалмалы ойындар үшін өзіндік сюжет пен мотивацияланған, түрткі болған, белсенді шығармашылық қозғалыс әрекеттері сипатты. Бұл әрекеттер қойылған мақсатқа қол жеткізу жолында әртүрлі қиындықтарды жоюға бағытталған ережелермен жалпы қолданылған жетекші немесе ойнаушылар орнатқан бөлшекті шектеуі мүмкін. Қозғалмалы ойындар мазмұны оның сюжеті, тақырыбы, идеясы, ережесі және қозғалыс әрекеттері қарайды. Мазмұны ұрпақтан ұрпаққа берілетін адамзат тәжірибесінен келіп шығады. Қозғалмалы ойындардағы қозғалыс әрекеттері алуан түрлі. Олар болуы мүмкін. Мысалы, еліктеуші, бейнелі, шығармашылық, ритмикалық, ырғақты, ептілік, шапшаңдық, күш және тағы басқа дене сапаларының көрінуін талап ететін қозғалыстық тапсырмалар түрінде орындалуы мүмкін.
Ойындарда бағыттың аяқ асты өзгеруі және қозғалыс кідірісі бар қысқа жүгірулер, қашықтыққа және нысанаға әртүрлі лақтырулар, кедергіні секіріспен күш қолдану мен жеңіл шығу, арнайы дене даярлықтары үдерісінде меңгерген алуан түрлі қозғалыстардың қолданылуы, білігін талап ететін әрекеттер кездеседі. Осы барлық әрекеттер әртүрлі комбинациялар мен үйлесімдер орындалады. Жоғарыда көрсетілгендей қозғалмалы ойындарды өткізудің бекітілген формасында келесі міндеттерді шешуі тиіс жетекші басты орынға ие бол. Олар: бірінші сауықтыру, екінші білім беру, үшінші тәрбиелік. Қозғалмалы ойын допты жетекшіге немесе жүргізушіге берме. Ойын шарты, ережесі: ойынға 15-25 бала қатысады. Ойнаушылар үлкен шеңбер жасап орналасады. Бір оқушы ортаға, жүргізуші немесе жетекші болып ортаға шығады. Ойнаушылар допты жетекшіге немесе жүргізушіге бермеуі тиіс. Ол жетекші допты алуға тырысады және допты алу керек. Допты алып алған жағдайда допты беріп алған ойыншы ортаға жетекші, жүргізуші болып шығады. Ойын жетекшілері алмасып жалғаса береді. Ойынды спорттық ойындар, футбол, волейбол, баскетбол элементтерін қосып ойнауға болады. Допты жүргізушінің басынан асырып беруге болмайды. Жүргізушінің басынан асырып берген ойыншы ойын ережесін бұзған болып табылады және ортаға жүргізуші болып шығады. Допты тек жүргізушінің жанынан, еденмен, ауада беру керек. Үй жағдайында ойналатын қозғалмалы ойындарды ойна. Үйге тапсырма. Қандай қозғалмалы ойындарды білесің? Отбасыңмен, іні қарындасың, сіңіліңмен үй жағдайында ойналатын ойындарды ойна. Сабақ аяқталды. Сау бол.